12 хадис. Зухд нағыз ұяттың белгісі. Абдуллах бен Омардан, Алла оған разы болсын, риwayat етілген хадисте Хазіреті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былай деген: Аллахтан шынайы түрде ұялыңдар. Ибн Омар: Уа Аллахтың елшісі, альхамдулиллах, Құдайға шүкір, біз ұяламыз деді. Сонда Хазіреті пайғамбарымыз: менің айтып тұрғаным ол емес, Аллахтан шынайы түрде ұялыңдар дегенім басыңды әрі өзге ағзаларыңды және асқазан мен ішкі құрылысыңды зиянды нәрселерден қорғап, өлімнен кейінгі жайтты ойлануың. Кімде-кім ақыретті қаласа, дүниені тәрк етеді. Ал кімде-кім дүниенің байлығын тәрк етсе, сонда ғана шынайы ұялуға қол жеткізеді деген. Хадиске түсініктеме: әлемдегі қаншама жаратылыстардың ішіндегі ең құрметтісі әрі Аллах тағаланың алдында да ерекше мәртебеге ие болатыны адам баласы. Сондықтан ол дүниедегі ең бағалы қазынаға ие болуға тиісті. Ал өз бағасын білмей, мақсат мүддесінен айырылған жандар қаншама. Барлық нәрсенің жақсысы әрі өте жақсысы бар. Мүміндер иман тұрғысынан бірдей дәрежеде емес. Сондықтан шынайы иман келтіргендер үшін Аллах тағала былай дейді: міне солар шынайы мүміндер. Олар үшін Раббыларының қасында да дәрежелер мен жарылқау әрі көркем несібе бар. Иман тұрғысынан әртүрлі дәрежедегі мүміндер ұят жағынан да әртүрлі болары сөзсіз. Жалпы мағынадағы ұят пен шынайы ұяттың арасындағы айырмашылық бар екенін Хазіреті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, былайша білдірген: шынайы ұяттың ерекшеліктері тәннің барлық мүшесін арам нәрседен сақтау әрі өлімнен кейінгі өмірді де қоса ойлау. Осыған қосымша ретінде дүниенің алдамшы жылтырағына алданбау керектігін де атап өткен. Кімде-кім осы жайттарға мән берсе, шынайы ұятқа қол жеткізетіндігін баяндаған. Яғни бұл хадисте мүміндердің шынайы ұятқа шақырғандығын айқын көруге болады. Хадисте айтылған дүниенің барлығын сөз етудегі мақсат мүмін пенде Аллахтың алдында кішіпейіл болып, дүниенің өткеніші сәніне бой алдырып тәкаппарланбау. Мұны таза әрі жаңа киім киюден тартыну деп түсінбеу керек. Мүмін кісіге қалтасына, жағдайына әрі қоғамдағы дәрежесіне қарай киім киюіне рұқсат берілген. Үлдемен бүлдеге орануға күші жете тура сәнді киім киіп кимеу адамның өз еркінде. Хазіреті пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, кімде-кім шамасы жете тура әдемі киінуді Аллах үшін тәрк етсе, Аллах тағала оған қиямет күнінде жұмақтағы қалаған киімін береді екен. Дүниенің өткінші байлығына алданбау керектігі жайлы көптеген хадистер бар. Солардың бірі Сахал бин Сад ас-Сайдтың риwayat еткен хадисінде Хазіреті пайғамбарға, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, бір кісі келіп былай деді: Уа Аллахтың елшісі, сен маған жақсы нәрсе айт, оны істеп Аллах пен адамдардың сүйіспеншілігіне бөлінетін болайын. Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, оған: дүниеге салынбасаң, Аллах тағала сені жақсы көреді, ал адамдардың байлығына көз тікпесең, адамдар да сені жақсы көретін болады деді. Бұл хадисте мынадай нәтиже шығаруға болады. Біріншісі, жүрегіміздегі дүниеге деген құмарлығымызды тоқтатпайынша шынайы мүмін бола алмаймыз. Екіншісі, бүкіл игі нәтижеге қол жеткізуіміз қажет. Тіл Аллах тағаланы зікір ету үшін берілген. Аллах тағаланы мадақтап, ұлықтайтын сөздерді айтқан сайын жүрегімізде илахи нұр күшейе түседі. Ал бұл сөздер айтып қылжақтау жүректің нұрын сөндіреді. Жүректі нұр кетер болса, өмірдің мәні кетіп, сәнінен айырылады. Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, кімде-кім көп сөйлер болса, көп қателеседі. Көп қателесу күнәнің көбеюіне себеп болады. Ал күнәһар адамның барар жері тозақ қана деді. Фудайл бин Ияд былай деді: 5 нәрсе бетбақтықтың белгісін білдіреді: жүректің қатаюы, көзден жас шықпау, ұяттың аздығы, дүниеге ынтақ болу, шексіз қиялдану. Хазіреті Сафия, Алла оған разы болсын, анамыз былай дейді: бір әйел Айшаға келіп жүрегінің қатайғандығын айтып шағымданады. Айша оған: өлімді көп ойласаң жүрегің жұмсарады деп өсиет айтты. Ол әйел оның айтқанын орындап жүректің қатайғанынан арылды. Сөйтіп Хазіреті Айшаға келіп алғысын білдірді. Жоғарыдағы айтқан хадистен мынадай пайдалы кеңес алуымызға болады. Біріншісі, хадис мұсылмандарды ұятты болуға шақырады. Екіншісі, ақыл мен нәпсіні әртүрлі арам нәрселерден сақтауға үйретеді. Үшіншісі, өлімді көп ойлап, дүниеге ынтақ болмауға шақырады. Зухд дүниенің жылтыраған өткінші қызығына алданбай, қажет мөлшерде ғана алу дегенді білдіреді. Шынайы тақуалық ар ұятта.